Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Иммунитетіңіздің әлсірегенін байқаған болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз, өзіңізге керекті пайдалы мәлімет ала аласыз. Арнамнан алыстамау үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Иммунитет бұл дененің қарсыласу қабілеті. Иммундық жүйе бөгде жасушаларды, түрлі инфекциялар мен вирустарды бейтараптандырады. Содан кейін оларды жойып жібереді. Иммунитетті нығайтудың 8 жолы бар. Иммунитет қандай жағдайда қалай әлсірейді? Жиі салқын тигеннен болатын аурулар, температураның көтерілуінің ұзақтығы, созылмалы шаршау синдромы, буындар мен бұлшықеттердегі ауырсыну, ұйқының бұзылуы, жиі бас ауруы, теріде бөртпелердің пайда болуы. Мұның бәрі иммундық жүйенің бұзылыстарының көрінісі болып табылады және ағзаның қорғаныш күшін күшейтуді қолға алып, дәрігерлерге жүгінудің себебі болмақ. Адамның иммун жүйесі жартылай тұқым қуалаушылыққа тәуелді болады екен. Себебі ол құрсақта және қалған 50% өмір сүру деңгейінен қалыптасады. Адамның иммунитеті пайдалы ұйқының, жаттығу мен үйлестірілген тағамның арқасында сақталады. Әдетте адамдар иммунитетті сақтаудың рөлі мен мүмкіндігін тек ауырған кезде ғана ойлайды, ал бұның өзі иммун тапшылығының салдары болып табылады. Бұл ретте иммунитетті нығайтатын арнайы құралдардың көмегімен денсаулықты қалыпқа келтіруге болады. Дегенмен ағзаны нығайтудың көптеген қосымша жолдары бар. Тамақтану вирустар мен аурулардан қорғанудың кепілі және ағзаның қорғаныш күшін жақсартуға ықпал ететін маңызды фактор. Азықтану сандық және сапалық тұрғыдан да мүмкіндігінше пайдалы болуы керек. Сіздің мәзіріңізде жануарлар мен өсімдік тектес ақуыздар болуы қажет. Жануар ақуызы ет, балық, жұмыртқа мен сүтте, ал өсімдік ақуызы бұршақ пен үрме бұршақта, қарақұмық және сұлы жармасында болады. Сондай-ақ сиырдың бауыры мен асшаяндар, мидия, кальмар секілді теңіз өнімдері де иммундық жүйенің қызметіне өте пайдалы. Бірақ кез келген жағдайда иммунны күшейткіштерді өздігінен қабылдай беруге болмайды. Ал дәрігер осы препараттарды тағайындамас бұрын стандартты терапияның қажетті нәтиже бермегеніне көз жеткізуі тиіс. Сонымен қатар науқастың иммунограммасын зерттеп, иммунокүшейткіштерді қолданудың ұзақ мерзімді тәжірибесіне, атап айтқанда белгіленген дәрілік препараттардың ұзақ мерзімді әсерін бағалауға негізделген тәжірибеге көз жеткізуі керек. Сондай-ақ зәмбір, бөрі қарақат, қалампыр, күнзе, даршын, насыбайгүл, кардамон, куркума, лавр жапырағы және ақжелкен иммунитетті жақсы көтереді. Сондай-ақ иммундық жүйені нығайту үшін витаминдер мен микроэлементтер қажет. Олардың жетіспеушілігін мультивитаминдік кешендердің көмегімен толықтыруға болады. Бірақ жалпы алғанда витаминдер мен микроэлементтерді табиғи түрде алған жөн. Мысалы, А витаминін сәбізден, жүзімнен, жасыл көкөністерден, яғни барлық қызыл және қызғылт сары жемістер мен көкөністерден алуға болады. Ал С витамині ит мұрын, мүкжидек, ит бүлдірген, қырыққабат, әсіресе ашытылған қырыққабатта цитрустарда кездеседі. Е витамині күнбағыс, зәйтүн немесе жүгері майында болады. Б тобындағы витаминдер бұршақта, дәнді дақылдарда, жұмыртқада, кез келген көкөністе және жаңғақтарда көп болады. Микроэлементтердің ішінде мырыш пен селен иммунитетке оң әсерін тигізеді. Мырышты балықтан, ет пен бауырдан, жаңғақтан, бұршақ және үрме бұршақтан алуға болады. Ал селен балықта, теңіз өнімдерінде, сарымсақта кездеседі.
Сонымен қатар темір, мыс, магний және мырыш секілді минералды заттарды бауыр мен бүйректен, жүрек, жаңғақ, бұршақ және шоколадтан алуға болады. Темекі мен алкоголь иммунитетті әлсіретіп қана қоймай, оны өлтіреді. Темекінің зияны бәріне белгілі болғанымен, бірақ алкогольдің жөні бөлек. Мысалы, құрғақ қызыл шарап иммунитетке пайдалы, бірақ ең жоғарғы рұқсат етілген тәуліктің дозасы 50-100 граммнан аспауы тиіс. Сонымен қатар ағзаны суыққа бейімдеу керек. Ең алдымен ерекше емес қорғанысты көбейте отырып, аурудың кез келген түріне алдын алуына дайындалу керек. Ағзаны шынықтыру әдісі туралы бәрі біледі, бірақ көпшілігі ағзаны шынықтыру суыққа бейімделу деп санайды. Мысалы, қыста іш киіммен қарда жүру, бірақ шын мәнінде ағзаны шынықтырудың мәні шырышты қабақ жаттығулары кезінде температураның күрт өзгеруіне жылдам жауап беруінде болмақ. Жаттығулар өте қарапайым болуы мүмкін. Мысалы, қолдан шынтаққа дейін кезекпен суық және ыстық су құйыңыз. Суық судың температурасы +20, ыстық судікі +35 градус болуы керек. Су құюды күн сайын күніне 5-7 минут таңертең немесе кешке жасаған жөн. Әсіресе бұл рәсім балаларға жақсы көмектеседі. Тыныштықтың сақталуы. Күйзеліс иммунитеттің негізгі жауларының бірі. Ең қауіпті күйзеліс түрі бақыланбайтын күйзеліс. Бұл кезде адамдар өз эмоциясымен күресуге қабілетсіз болады. Ақыл ой дағдарысынан құтылудың тек бір ғана жолы бар. Мұндай кезде барлық жағдайға тыныштықпен қарау керектігін және жағдайды өзгерте алмайтын болсаңыз, онда оны солай қабылдау керек екенін жиі еске түсіріп отырғаныңыз дұрыс. Егер сіз кейде күйзелісті сезінуге мәжбүр болған болсаңыз, онда оның орнын күлкімен өткен дұрыс. Күлкі денеге қалыпты жаттығулар секілді әсер етеді. Ол қан қысымын төмендетіп, күйзелісті жеңілдетеді және иммундық жүйені күшейтеді. Сонымен қатар күлкі тәбетті жақсартады, холестерин деңгейін азайтып, жүрек тамыр жүйесі ауруларын және қант диабеті ауруларының қаупін төмендетеді. Иммундық жүйеңіз күшейсін десеңіз, мысық бағыңыз. Мысықтар иелерін жүрек ауруларынан қорғап, жүйке жүйесіне оң әсер етіп отырып, олардың иммунитетін жақсартады деп есептеледі. Мысықтың дене температурасы 38-39 градус. Ал егер адам суық тиіп ауырып қалса, пырылдаған мысық иесінің жанына жатып, оның денесін жылытады. Соның арқасында мысық тұмауға қарсы күресуге көмектеседі және қожайынның күйзеліске қарсы тұрақтылығын сақтап күшейтеді. Мысықтар көне заманнан бері келе жатқан ең танымал және сүйікті үй жануары болып табылады. Олар деген сүйіспеншіліктің шексіз болғаны соншалық, 1 наурыз көктемнің алғашқы күні бүкіл әлемдік мысық күні деп бекітілген екен. Иммунитетті көтеруге арналған халықтық емдеу құралдары. Оларға мысалы шашыратқы түбірі иммундық жүйені нығайтады және вирустарды қорғайды. Егер суық тиіп және жедел респираторлық вирустық инфекциялармен жиі ауыратын болсаңыз, каланхоэ шырынының көмегімен ағзаны нығайтып көріңіз. Ағзаның күшін нығайтуға дене шынықтыруды жақсы көмектеседі. Оның ең қарапайым жолы синтетикалық материалдан жасалған алашаны алып, оны иммунитетті арттыратын өсімдіктер тұнбасымен дымқылдатып және соған жалаң аяқ тұруы қажет. Иммундық жүйеңізді күшейту үшін де зімбір тұнбасы, таңқурай сусынын ішсеңіз де болады. Егер де сіздерге айтылған пайдалы кеңестерім ұнаған болса, арнама тіркеліп, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Иммунитеттеріңіз мықты, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.